минус бір диктатор мемлекет дейсіңдер ғой достар. Әнеки 3 күн бұрын видеоны қараңыздар. Иранда диктаторлық мемлекет, ол жерде билік құлайды деп айтқан болатынбыз, құлады. Мен ана көтеріліс бастаған кезде сразу сездім. Бұлар жастар ана намысшыл не ғой, бір қанды сондай бір артқа қайтпайтын. Билік өкілдері не істемеді оларға? Оқ жаудырды, танкілермен кірді, мотоциклдермен, огнеметтерді қолданды, бәрін. Неше түрлі былықтар болды, жастары қаза тапты, кейбір жастар. Расымен адамдардың шығыны бар. Олардың жастарының қатарына студенттер қосылды, студенттерден кейін ең бірінші ол предпринимательдерден басталды, кәсіпкерлер шықты. Себебі налог үлкейтті, оған кәсіпкерлер, ИПшниктер, ТОшниктер, бизнесмендер көшеге шықты уже. Дүкен иелері деген сияқты, жоқ біз болмайды, біз бұлай өмір сүре алмаймыз деген сияқты. Оны студенттер қолдады. Университеттер, колледждер, студенттер бәрі қолдады. Ақыры жастар шықты, бүкіл халық болып шығып, тас-талқанын шығарды. Иранның көптеген қанша 8-9 қаласын қазір жергілікті әкімдіктері барлығы өтіп кеткен. Шерушілердің қолдарына өтіп кеткен. Және де Иранның президенті Мәскеуге қашу үшін өзінің әскерін Тегеранға шоғырландырып жатыр дейді. Бірақ ескерту жасап жатыр, егер олар жаңағындай военный адамдар өздерінің қаруларын тастамайтын болса, халыққа ары қарай оқ ата беретін болса, Америка араласамыз деп отыр. Ана жақта Израильда қол үшін көмектеспекші. Бірақ бұны ешқандай әскерсіз де шешетін сияқты Иранның жастары. Себебі олар қазір өздері қару-жарақ алуға көшкен. Мінекей Иранда үкімет, диктаторлық үкімет құлады. Келесі кезек ары қарай кете береді, тізбектеп. Сосын біз сіздер білесіңдер, Қазақстанда диктаторлық мемлекет, біздегі де билік диктаторлық. Кезек сендерге келеді. Қашындар.